тілмен баурайтын, бала деген бір бақыт қой самғайтын. Ата-ананың арманы мен тілегін бал емес пе, бал бұлақтан жалғайтын. Сүйкімді періштелер сендерсің, қандай бейне өздеріңе тең келсін. Данышпан да, ғарышкер де, ғалым да, ең алдымен балалықты меңгерсін. Кеш жарық, қымбатты көрермен. Балауса арт концерттік бағдарлама еліміздегі балалар жылының аясында өтпек. Олай болса, жас көрермен бүгінгі ән мен күй сіздер үшін орындалады, сіздерге ғана арналады. Добрый вечер, дорогие ребята, дорогие зрители. Всем известно, что в Казахстане 2022 год объявлен годом детей, вашим годом. Ведь именно вы и ваше будущее – это залог успешного Казахстана. Завтра отчетный концерт Центра творческих инициатив «Бонус» под названием «Балауса Арт» – это наш подарок вам, уважаемые дети, с пожеланиями добрых успехов во всех ваших начинаниях. И сегодня я, руководитель Центра Айсултани, проведу вас за руку буквально в мир творчества, в мир искусства. Давайте поаплодируем друг другу. Кешіміздің шымылдығын ашатын Әбдімомын Желдібаевтың ерке сылқым күйі сахна төрінде болашақ домбырашылар ансамблі. Ансамбль жетекшісі Жадыра Нұрайділ. Қарсы алыңыздар. Қамажай халық биі сахна төрінде ультра
Бельгийский композитор, конструктор музыкальных инструментов, изобрел уникальный деревянно-духовой инструмент – саксофон. Мы очень рады, что в 2019 году при поддержке районного дома культуры и отдела культуры Целиноградского района в нашем центре открылся бесплатный класс саксофона. Буквально через полгода учащиеся этого класса сложились в ансамбль саксофонистов, который мы назвали Golden Sax. С огромным удовольствием я хочу пригласить ребят на сцену. Это Алексей Овсянников, Адиль Нигмеджанов, Аблай Булатов и Адиль Кокенов. В исполнении ребят, в исполнении ансамбля вы услышите замечательную композицию Арно Бабаджаняна «Армянский танец».
Бонус орталығында фортепиано, домбыра, гитара, вокал, саксофон, сурет салу, кілем тоқу, би, шахмат үйірмелері бар. Біз Қосшы қаласы мен Қабанбай Батыр ауылының дарынды балаларын біріктіріп, сахнаға шығарып, өнер әлемінде бағыт беріп жүрген ұжымбыз. Сахна төріне Қабанбай Батыр ауылынан бүгінгі кешке арнайы келген индиго би ансамблін шақырғым келіп тұр. Қыздардың орындауында Банановая история биі. Ансамбль жетекшісі Майнур Сакирова. Қарсы алыңыздар. You are my heart and
Шамиля Алиханова, қошеметтеріңіз. Следующая композиция по...
Ваши аплодисменты. Зацените мой полет, во мне энергия искрится, и моя душа поет. Меня так тянет хулиганить, да меня тянет хулиганить, да меня тянет хулиганить, да меня тянет, вот и все.
расскажем вам позже, вы еще в этом убедитесь. Ну а пока мы приглашаем наших ребят потанцевать флешмоб с нашими детьми. Давайте вот ребята вот сюда вот вперед выйдем. Нашим участникам сегодня на сцене практически около 70 детей. И вот буквально в финале нашего концерта присоединились наши юные зрители. Мы вам очень благодарны. И на этой мажорной ноте я хочу пригласить сюда руководителя отдела культуры и спорта. А, вы сами, да? Білесіздер ғой, балалар жылы. Сондарда балалар жылына осындай өздеріңіздің құрдастарыңыз, замандастарыңыз өнер көрсетті, қатыра қол соқпайықшы. Өнер үшін. Біргенде осындай айтулы мереке қарсаңында сахна төріне құттықтау сөз, Аудандық мәдениет, тілдерді дамыту және дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Сүйінжанова Айгүл үкімет қызын шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Құрметті қауым, бүгін аудан орталығында керемет шара көріп отыр. Бәріміз куәгер болып отырмыз. Ол біздің бонус орталығының 1 жылдық есебі. Осындай кішкентай өнерпаздарымыз қандай тамаша бізге концертін көрсетті. Сіздерге үлкен рахмет, үлкен алғыс айтам. Бүгінгі кешіп келген балапандарымызға да рахметін айтамыз. Акмол ауылының мектебінің балаларына, ұстаздарға, ата-аналарға. Ең бірінші рахметіміз ол Айсұлу Тани.
осындай мемлекеттік бағдарламамен Акмол облысының бірінші жұмысын атқарып, осындай бір жылдық ішінде осындай керемет есебін көрсетіп отыр. Әр өнерпаздарымыз осындай болсын, әр жетекшілеріміз осындай болсын. Денсаулық тілеймін, ашық аспан, әрқашанда шығармашылық жағында сәттілік болсын. Осылай көркейте беріңіз. Қазақстан Республикасын осындай керемет өнерпаздары болсын деймін. Бәрімізге қайырлы құтты болсын. Биылғы балалар жылы бәрімізге құтты болсын. Центра аудан әкімінің алғыс хатымен арнайы Таны Айсұлу Бақыт қызы марапатталады. Қошеметтеріңізбен. Году шығармашылық ұжымының басшысы Мынау біздің ауданымыздың 90 жылда жиналған энциклопедиясы, бүкіл тарихы. Соны сіздердің орталықтарыңызға сізге сыйлағым келіп тұр. Және де ықылас гүлі аудан әкімі Бақытбек Амантаевичтан сіздерге. Арнайы ықылас гүлі. Қошеметті қол соқпайық. Және мінекей Году шығармашылық бастамалар орталығы би үйірмесінің жетекшісі Майнұр Сакирова марапатталады. Аудандық мәдениет тілдерді дамыту және дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысына Сүйінжанова Айгүл үкімет қызының алғыс хатымен арнайы қошеметтеріңіз. Үйірмесінің жетекшісі Жазира Күзекбай марапатталады. Арнайы алғыс хатпен қошемет. Осындай құрметпен бонус шығармашылық бастамалар орталығы домбыра үйірмесінің жетекшісі Жадыра Нұраділ марапатталады. Арнайы алғыс хатпен. Қошеметті қолдау білдірейік. Өнерсүйер қауым. Сондай-ақ бонус шығармашылық бастамалар орталығы домбыра үйірмесінің жетекшісі Назым Жайбусинов марапатталады мырза. Арнайы алғыс хатпен қошемет. Береке құтты болсын. Қошемет. Бонус шығармашылық ұжымына шапалақтарыңыз. Руслан, бір жақсы қорытынды ән болсын. Бүгінгі мінекей осындай бізге керемет кеш сыйлаған ұжымның құрметіне бір тамаша ән болсын. Табыс деймін. Күндей дала қырмызы, қарайсың қалған таза, сендесің сен кешті, шолпандай дара жұлдызы.
тынышпа, осындай жақсы күндерде жолыққанша. Балалар жылы құтты болсын. Оның шығармашылық ұжымы жасай берсін. Балықтарыңызды,